Әнші Дана Кентай жынысын ауыстыратын трансвесттерді қолдайды ма? Дана трансвесттер мекені саналатын Таиланд еліне бейнебаян түсіру үшін барған. Сапар барысында әнші жынысын ауыстырған ерлерді көптеп кездестіргенін ашық айтты. Таиландта кейбір жігіттер қыздардан да әдемі екен. Өз көзіммен көргенде бір жағынан үрейленіп, бір жағынан тамсанып қарадым. Шынында да әдемі. Баяғыда өз жынысын ауыстыратын адамдарға сын көзбен қарап қатты сөгетінмін. Қазір ойлаймын, өмір біреу және әркім өз қалауынша өмір сүруі қажет. Ең бастысы басқа адамға зиянын тигізбей. Ал арғы дүниеге барғанда әркім өз күнәсі үшін өзі жауап береді. Қазақстанда шаш бояп сырға тағатын жігіттерге іш ашитын адамдар осында келсе не болар екен деп қоям әлгі жерде деп бөлісті әнші. Айта кетейік, Дана Кентай аталмыш елде "Маған бәрібір деме" атты жаңа әніне бейнебаян түсіріп жүр.